Microsoft Excel курсы жұмыс кітабы. Microsoft Excel файлын кітап деп атайды, орысша книга. Сіз осы кітаппен жұмысыңызды бастау үшін сізде бірнеше мүмкіндік бар. Ең біріншісі және ең қарапайымы создать батырмасын басып, бос жаңа кітап құру. Сізде жаңа бос кітап ашылады және де оның аты книга 1 деп аталатын болады. Осы арқылы сіз осы жаңа жұмыс кітабында жұмысыңызды бастай аласыз. Одан бөлек мүмкіндік, сіз өзіңіздің компьютеріңізде сақталған файлды аша аласыз. Ол үшін открыть батырмасын басу керек. Осы жерде сізде бірнеше мүмкіндік болады. Соңғы ашылғандар, яғни осы жерде сіз соңғы рет ашып қолданған құжаттарыңыздың тізімі көрсетіледі. Сонымен қатар папки, яғни сіз жиі кіретін, қолданатын папкілер. OneDrive бұл бұлттық сервис. Осы бұлттық сервисте сіз сақтап қойған құжаттарыңыз бар болса, соларды ашып қолдануға болады. Этот компьютер бөлігі ол сіздің компьютеріңіздегі құжаттарды ашуға мүмкіндік беретін бөлік. Осы жерде сіз қажетті папканы таңдап, сол арқылы аша аласыз. Көріп отырғандарыңыздай, дәл қазір бізде документы деген папка үнсіз келісім бойынша ашылып тұр. Егер бізге басқа папканы осы жерге орнатып қойғымыз келсе, онда біз үстіне шығатын батырманы басамыз да, енді осының ішінен өзімізге қажетті папканы іздеп табуға болады. Мысалы, дәл қазір жұмыс үстелінде менде екі түрлі Excel файлы бар. Мысалы, budget файлын ашатын болсам, менде бірден сол файлым ашылып іске қосылды. Дәл қазір менде екі Excel бағдарламасы ашық тұр. Оның біріншісі біз жаңадан бос кітап ашқан алғашқы құжатымыз, екіншісі біз соңынан ашқан budget құжаты. Осылайша сіз компьютеріңіздегі бар құжатты ашып, оны арғарай өңдеп, онымен жұмыс істей аласыз. Енді осы жерде қоса кететін тағы да бір жайт. Байқап отырсаңыздар, енді последний бөлігінде бізде budget деген файл пайда болды. Егер біз осы файлмен жиі жұмыс істейтіндей болып жатсақ, біз оны бекітіп қоя аламыз. Ол үшін закрепить этот элемент в списке деген батырманы басамыз. Енді бұл құжатымыз осы жерге бекітіліп тұрады. Сонымен қатар, ол закрепленные деген бөлікте әркез сақталып тұрады. Егер біз ашу бөлігіне баратын болсақ, осы жерде де соған ұқсас мүмкіндік бар. Соңғы ашылған құжаттардың бөлігінде біздің файлымыз тұр, және де ол осы жерде бекітіліп тұр. Ал егер сіз тек бір файлмен емес, белгілі бір папкаде орналасқан бірнеше файлдармен жұмыс істейтін болсаңыз, және де сол папканы бекітіп қою керек болатын болса, онда мысалы папки бөлігіне барып, рабочий стол папкасын бекітіп қоя аласыз. Енді ол бізде закрепленный бөлігінде. Сол арқылы сіз өзіңізге қажетті құжатты немесе папканы оңай қолжетімді ете аласыз. Microsoft Excel құжатын құрудағы соңғы мүмкіндік ол Excel-дің алдын ала бізге ұсынған белгілі бір үлгісін қолдану, яғни шаблондар. Олар осы тізімде беріледі. Сонымен қатар сіз оны іздеу мүмкіндік арқылы кілт сөзді енгізіп, сол арқылы іздеуіңізге де болады. Мысалы, бізге осы үй бюджеті есептейтін құжат үлгісі ұнады деп есептейік. Соны қолданғымыз келеді. Оны қолдану үшін біз осы үлгінің үстіне басамыз. Кейін осы үлгінің таныстыру парағы ашылады. Осы жерде создать батырмасын басамыз. Шамалы күткеннен кейін осы құжат бізде Excel файлы ретінде ашылып, және де біздің оны өңдеуімізге толыққанды мүмкіндігіміз болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.